Құрметті ата-аналар, кішкентай арыстан балаларымыз мінекей. Жай осылай. Боксқа да үйренеді, тәртіпке де үйренеді, жігіттік қасиетке де, жігіттік құндылыққа да, мінекей бәріне естіп үйренеді. Еңбек етуді, балалар мінекей жұмыс жасап жатыр. Ей, палуандар. Бұна балам қол түсіп кетті ғой. Бала. Кішкентай арыстандар. Жұдырын қарасаңшы, қалай істеп алған. Балам былай бұрасын. Палуан. Терлеп кетті өзі палуан. Үсті Ой, палуандар. Бұл жастағы балалармен ата-аналар. Бұлармен біз 5, 6, 7 жастағы балалармен қалай жұмыс жасау керек? Бұл жастағы балалармен көбінесе профилактика ретінде ойнау жаттығуларын өткізу керек та. Бұл балаларды қатты қинауға болмайды, бұл балаларға қатты ұрсуға болмайды. Бұлар әлі бала ғой. Мысалға кейбір бапкерлер болады. Кейбір бапкерлер қинап мысалға 6 жас, 7 жас баланы қинап, бокстастырып, парға тұрып, неғып атады, бокстастырып атады. Ол мүлдем категорически болмайды. Бұл жастағы балалардың бастар, милар өте кішкентай, құттай ғана ғой кішкентай балалары. Сондықтан бұлардың миларына зақым жасатуға болмайды. Сосын бұл кішкентай балаларды айтадым ғой, профилактика ретінде көп ойнату керек. Не үшін көп ойнату керек? Өйткені бұл балалар әлі бала ғой, балапан. Қатты қинап жүрсең, бұлар ертең боксқа желаниялар кетіп қалады. Бұлар үйде мамасы мен папасын еркек баласы ғой. Сондықтан бұлар боксқа алып келіп, сосын жаумауыз тренерлерді қатты қинай жатса, бұл ертесі күні дейді, мама папа мен боксқа бармаймын дейді. Сондықтан бұл балаларға, бұл жастағы балаларға бокс махаббатын беру үшін, осы бокс спортын үйрету үшін, мынау махаббатты жүректеріне сіңдіру үшін бұларды еркелету керек, алдау керек, ойнау керек, басынан сипалау керек, құшақтау керек, сүю керек. Әрине жаттығудың бәрін енді ойнау керек деп ойынмен өткізбеу керек. Арасында физикалық жаттығулар, физикалық күш қуатқа жаттығулар, гимнастикасы бар, растяжкасы бар, одан бөлек боксы бар деген сияқты. Осындайлар жайлап бере бересің, жайлап жүрегіне сіңдіре бересің. Сондықтан бұндай жастағы балаларды жақсылап қарап, жақсылап ұстау керек. Біз еліміздің болашағы осы балалар, жастарды құртып алмау керек. Сондықтан айтарым, жай осылай ақырындап өседі. Не үшін? Қош. Телевизорда өшіп қойдың ба? Сосын құрметті ата-аналар, тағы да айтарымыз мінекей, мен қолғанат бапкерім айтып отыр ғой. Телефонды көп ұстатпаңыздар, телефонды балаларға көп бермеуге тырысыңыздар. Ол бәріміздің қателігіміз, онда менде де бар, өз балаларым бар, өз балаларыма бірақ міндетті түрде телефон көп ұстатпауға тырысам. Өзінің категорический уақыттары бар ұстататын, сондықтан телефонды көп бермейік. Мінекей осылай балалармен жұмыс жасап, балаларды осылай өсіреміз.